Достым, сен де баған түрінде бөлуді ұқпай жүрсің ба? Мысалға қарапайым мысал 648-ді 3-ке баған түрінде қалай бөлеміз? Мен саған барлығын қазір сабақта түсіндіріп беретін боламын. Ендеше кеттік, бірге тақырыпты үйренейік. Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін біз баған түрінде бөлуді үйренетін боламыз. Баған түрінде бөлудің біз қазір мен сендермен ең оңайынан ең күрделісіне дейін түсіндіретін боламын. Яғни қарапайым бөлуді қазір мысалдар қарастырамыз. Бағанмен бөлуді үйренеміз. Үш таңбалы сандарды баған түрінде қалай бөлуді үйренеміз. Қалдықпен бөлуді үйренеміз. Нөлдері бар сандарды қалай баған түрінде бөлеміз. Және қиындау төрт таңбалы сандарды баған түрінде қалай бөлетіндігін бүгінгі сабақта үйренетін боламыз. Мысалға ең қарапайым бөлулер. Оған көбейту кестесіндегіні алсақ болады. Мысалға 9-ды бөлемін 3-ке. 9-ды 3-ке бөлсек қанша? Енді ол көбейту кестесінен 3 болады. 4-ті бөлемін 2-ге тең болады қанша? 2 болады. Мысалға 24 бөлінген 2 қанша болады? 12 болады деген сөз. 36 бөлінген 3 қанша болады бізде? 13 болады, иә? Жақсы. Бұл қарапайым бөлулер. Бұларды білеміз. Енді ары қарай бағанмен бөлу дегеніміз қалай? Бағанмен бөлу дегеніміз, мысалға бір ең қарапайым мысал алайық. 84 деген санды алайық. 84 бөлінген баған түрінде бөлу дегеніміз былай. Сызықшамыз болады, және былай бір сызық сызамыз. Дәл осы бізде баған болады. Енді бөлетін санымызды, мысалға 84 бөлінген неше болсын бізде? 2 болсын. 84 бөлінген 2 жауабы қанша болады? Анықтау керекпіз. Бөлетін санымызды, мына сызып қойған бағанымыздың мына сол жағына жазамыз. Және де мына бағанның екі жақ шетіне біз екі түрлі сандарды жазамыз. Яғни біз нешеге бөліп тұрмыз? 2-ге бөліп тұрмыз. Бөліп тұрған санымызды үстіне жазамыз. Қазір астына тағы да сандар жазамыз. Ол қандай сандар? Мысалға 84 деген санды біз бірге алып бөлу бізге қиын болып кетеді. Сондықтан 8-дің өзін жеке аламыз. 8-ді қарастырайық, иә? Бөліп алайық 8-ді. 8-дің ішінде 2 неше рет бар? 2 деген санды қандай санға көбейтсем, менде 8 шығады көбейту кестесі бойынша. Яғни бізде 2-ні 4-ке көбейтсем, міне 4-ке көбейтемін, және менде 8 шығады. Енді мына 8-ді мен азайтамын. Міндетті түрде азайтып отырамыз. Азайтамын. 8-ден 8-ді азайтсам 0 болады. Әрі қарай келесі санымыз 4. 4-ті түсіремін. Ал 4-тің ішінде 2 неше рет бар? Яғни 2-ні қай санға көбейтсем 4 деген сан шығады. Көбейту кестесі бойынша 2-ні 2-ге көбейтсем менде 4 деген сан шығады. 4-тен 4-ті азайтамын. Қанша болады? 0 болады. Мінекей, сонымен бізде жауап неше болады екен? 84-ті 2-ге бөлсем жауабым 42 болады екен. Яғни бізде мынандай баған беріледі. Бағанның сол жағында бөлетін санымыз, оң жағындағы бөлінетін санымыз, және бөлінгеннің мәні болады бізде 42 болады екен. 84-ті 2-ге бөлсем 42 болады екен. Әрі қарай тағы бір мысал келтірейін. 96 бөлінген 3 болсын. Баған түрінде қалай бөлеміз? Біз бірінші бағанды сызып аламыз. Бөлгелі отырған санымыз қайсысы? 96. Қандай санға бөлеміз? 3 деген санға бөлеміз. Әрі қарай енді 9-ды бөліп аламын жеке. 9-дың ішінде 3 неше рет бар? Яғни 3-ті мен нешеге көбейтсем 9 шығады. 3-ті 3-ке көбейтсем менде 9 шығады. Азайтамын. 9-дан 9-ды азайтамын. Қанша болады? 0 болады. 6-ны түсіремін мына жерде келесі кезекте. 0, 6 дегенім 6 деген сан, иә балалар? 6. 3-ті нешеге көбейтсем менде 6 шығады. 3-ті 2-ге көбейтсем менде 6 шығады. 6-дан 6-ны азайтамын, 0 шығады деген сөз. Сонда бізде 96-ны 3-ке бөлсек, 96-ны 3-ке бөлсем неше шығады екен? 32 шығады екен. Тура осы сияқты бір мысал келтірейін. 48 бөлінген 4. Кәнекей, өздерің шығарып көріңдерші. Мұна екі мысалға қарап 48-ді 4-ке бөліп көрейікші. Сіздерге уақыт берейін, е? Жақсы, сонымен неше шықты көрейік. 4-ті бөліп аламын. 4-тің ішінде қарайық балалар. 4-ті нешеге көбейтсем 4 шығады? 1-ге көбейтсем менде 4 шығады. 4-ті 4-ке көбейтсем, 4-ті 1-ге көбейтемін, 4 болады. 4-тен 4-ті азайтамын, 0 болады. 8-ді түсіремін. 8-дің ішінде 4 неше рет кездеседі бізде? 4-ті нешеге көбейтсем 8 шығады, 2-ге көбейтсем 8 шығады. Яғни 8-ден 8-ді азайтамын, 0. Сонда бізде 48-ді 4-ке бөлсек неше шығады екен? 12 шығады екен. Жақсы, бұл бізде бағанмен бөлу дегеніміз осы. Әрі қарай 3 таңбалы сандарды бөліп үйренейік. Баған түрінде бөлеміз дәл осылай. Мысалға 648 бөлінген 3 болсын. 648-ді мен бөлемін 3-ке. Жауап неше шығады екен? Ал 6-ны бөліп алайық. 6 3-тен үлкен. 6-ның ішінде 3 неше рет кездеседі?
Үшті мен 2-ге көбейтсем 6 болады деген сөз. 6-тан 6-ны азайтамын, 0 болады. 4-ті түсіремін, 4. Енді қараймыз балалар, мына жерде мұқият боламыз. Енді менде 3-ті 1-ге көбейтсем 3 шығып кетеді, 3-ті 2-ге көбейтсем 6 шығып кетеді. Енді не істеймін? Яғни менде тура сол сан шығуы міндетті емес. Яғни 4-тен кішкентай сан шықса да мен қабылдай аламын. Яғни 4-тің ішінде 3 неше рет кездеседі. Яғни 2-ден берсем менде 6 болып 4-тен асып кетеді. 4-тен аспауы керек менде. Ендеше 2-ден аз бізде 1-ді беремін деген сөз. 1-ді беремін, 3-ті 1-ге көбейтемін, неше шығады? 3 шығады. Енді азайтамын, 4-тен 3-ті азайтамын, неше болады бізде? 1 болады. 1-дің өтін жазып қоямын. Ары қарай 4-тен кейін бізде 8, 8-ді түсіремін. Енді мына жерде біз 18 деп қарастыратын боламыз. 18 деген сан. Ал 3-ті мен нешеге көбейтсем 18 шығады? 3-ті 6-ға көбейтсем 3-ті 6-ға көбейтсем 18 шығады. Азайтамын, 18-ден 18-ден 0 болады. Мінекей, сонда бізде 648-ді 3-ге бөлсем неше шығады екен? 216 деген сан шығады екен. Түсінікті ме? Ары қарай тағы бір мысалға қарастырайық. 735-ті бөлемін 5-ге болсын. 735-ті 5-ке қалай бөлемін? 7-ні бөліп аламын. Жеке қарастырамын. 7-нің ішінде 5 неше рет кездеседі? 2 берсем, мына жерде 2-ге көбейтсем 10 болып кетеді. 7-ден асып кетеді. Ендеше 2-ге көбейте алмаймын, мен 1-ге көбейтемін. 5-ті 1-ге көбейтемін, 5 шығады. Азайтамын 7-ден 5-ті, неше шығады? 2 қалады. Ары қарай 2 бізде 5-ке жетпейді, сондықтан мен мына жерде тұрған келесі сан бізде 3, 3-ті түсіремін. 23 деген сан. Енді қарайық балалар. 23 деген сан, 23 5-ті мен нешеге көбейтсем 23-тен аспайды. 5-ті мысалға 5-ке көбейтсем менде 25 асып кетеді. Ендеше мен 5-тен бермеймін, 5-тен кіші сан 4. 4-ті 5-ке көбейтемін, қанша болады? 20 болады. Яғни менде 23-тен аспайды, 20 болады. Осы 4-тен беремін деген сөз. 4-тен беремін, 20 болады. Ары қарай 23-тен 20-ны азайтамын, 3-тен 0-ді азайтамын, 3, 2-ден 2-ні азайтамын, 0. Яғни менде 3 шықты, 3 қалды. Енді 3 менде 5-тен кішкентай, сондықтан мен 5-ті түсіремін. Жетпей қалды ғой 3-ім менде. 5-ті түсіремін көмекке. 35 болды. Енді көбейту кестесі бойынша 5-ті нешеге көбейтсем 35, 7-ге көбейтсем 5, жердегі жетім 35 болады. Азайтамын, 35-тен 35-ті 0 болады. Сонда 735-ті бөлемін 5-ке, тең болады қанша шығады екен? 147 шығады екен. Енді сендердің өздеріңе бір тапсырма берейін, осыған ұқсас. 924 бөлінген 4 болсын. Ал бөліп көрейікші балалар өздерің. Жауабын астына комментарийға жаза кетіңдер. Келесі бізде қалдықпен бөлу. Қалдықпен бөлуге мысалға ең қарапайым мысал 17-ні бөлейік 3-ке. 17-ні 3-ке бөлемін. Ал 1-ді жеке қарастырайын десем, 1 менде 3-тен кішкентай. Сондықтан мен 1-ді жалғыз қарастыра алмаймын, 17-ні толық қарастырамын. 17-нің ішінде неше рет көбейтемін? 3-ті 7-ге көбейтсем 21. 17-тен асып кетеді. 3-ті онда 7-ден аз 6-ға көбейтемін. 3 жердегі 6 18, ол да бізде 17-тен асып кетеді екен. Ендеше 5-тен көбейтемін деген сөз. 3-ті 5-ке көбейтемін, 3 жердегі 5-ім 15. Ал 7-ден 5-ті азайтамын, неше болады? 2, 1-ден 1-ді азайтамын, 0 болады. Ал бізде сонда 17-ні 3-ке бөлсек неше шығады екен? 5 шығады, және 2 қалдық шығады екен. 17-ні 3-ке бөлемін, 5, 2 қалдық шығады. Келесі екінші мысалымыз 29-ды бөлейік 4-ке. 29-ды 4-ке бөлсек қанша болады бізде? 4-ті мысалға біз 8-ге көбейтіп көрейік. Қанша болады? 32. 29-дан асып кетеді. Ал 4-ті 7-ге көбейтсек қанша болады? 28 болады. Ал 29-ды азайтамын, 28-ді 29-дан 28-ді азайтсам, 1, яғни 98-ді азайтсам 1, 2-ден 2-ні азайтсам 0. Менде 29-ды 4-ке бөлсем 7, неше қалдық? 1 қалдық шығады екен, Жақсы. Енді келесі бізде қалдықпен бөлу. Қалдықпен бөлуге сендерге өздеріңе бір тапсырма берейін, өздерің орындандар. 67 бөлінген 6 болсын. Осыны орында басына комментарийға жауабын жазайық, Ары қарай келесі бізде нөлдері бар сандарды бөлу дейді. Енді осыған мысал қарастырайық. Нөлдері бар сандарды бөлуге мысалға 120 бөлінген 3 болсын. Қанша шығады? 120-ны 3-ке бөлемін. 1-ді ала алмаймын, себебі 1 менде 3-тен кішкентай, сондықтан мен 12-ні 1-ге аламын. 12-нің ішінде 3 неше рет кездеседі бізде? 4 рет кездеседі. 3-ті 4-ке көбейтемін, 12 шығады, азайтамын, мен 0 шығады мына жерде. 0, 0-ді мына жерге қоя салам. Сонда 120-ны 3-ке бөлсем 40 шығады екен. Яғни қоя салам дегенде 3-ті мен 0-ге көбейтемін, 0 болады, 0-ден 0-ді азайтамын, 0 болады. Осылай шығарамыз негізінде. Ары қарай келесі 405-ті бөлемін 5-ке. Ал көрейік. 405-ті 5-ке бөлсек қанша? 4. Менде 5-тен кішкентай ала алмаймын, сондықтан мен 40-ты 1-ге аламын. 40-тың ішінде 5-ім неше рет бар бізде? 8 рет бар. 5-ті 8-ге көбейтемін, 40 болады, азайтамын, 0, 5-ті түсіремін. Ал 5 нешеге көбейтсем 5 шығады, 1-ге көбейтемін, 5 шығады, 5-тен 5-ті азайтамын, 0 шығады. Сонда менде 405-ті 5-ке бөлсем неше шығады екен? 81 шығады екен. Тағы бір мысал қарастырып көрейін. 1008-ді бөлемін 4-ке. Нөлдері бар ғой. Так. Ал 1-ді ала алмаймын, 4-тен кішкентай, 10-ды 1-ге аламын. Так, 10, 4, так,
3-тен берсем 12 аз кетеді, 2-ден беремін 8, азайтамын 0 менде жетпейді. Сондықтан мен 1-ден қарыз сұраймын. 1-ін береді. Мынау 10 болады. 10-дан 8-ді азайтамын 2 болады. Мынау 1-ін беріп тастады 0 болып қалған, мына жерден 0 болады. Әрі қарай 2 жетпейді. Сондықтан мына санды түсіремін. 0-ді түсіремін. 20. 20-ның ішінде 4, менде 5 рет бар. 4-ті 5-ке көбейтемін, 20 шығады. Азайтамын. 0-ден 0-ді азайтамын 0, 2-ден 0-ді азайтамын 2-ден 2-ні азайтамын 0 шығады. Әрі қарай соңғы сан 8-ді түсіремін. 8-дің ішінде 4 неше рет бар? 2 рет бар. 8 болады. 4-ті 2-ге көбейтсем, азайтамын 0. Сонда 1008-ді 4-ке бөлсем 252 шығады екен. Так, сендерге өздеріңе тапсырма 2004-ті бөлеміз 6-ға. Жауабын комментарийға жаза кетіңдер. Келесі бізге қиындау бөлулер, иә? Қиындау бөлуге енді негізінде оңай, бірақ сонда да солардың арасына қостым, қиынның арасына. 999-ды бөлеміз 9-ға. Қалай бөлеміз? Не істейміз? Я 9-ды жеке ала аламын, 9-ды жалғыз. 9-ды нешеге көбейтсем менде 9 шығады, 1-ге көбейтемін, 9 шығады. 9-дан 9 азайтамын 0, мына екінші 9-ды түсіремін, ал 9 тағы да 1-ден беремін, 9 шығады. 9-ды 1-ге көбейтемін, 9, 9-дан 9 азайтамын 0. Үшінші 9-ды түсіремін, 9 нешеге көбейтсем 9, 1-ге көбейтемін, 9 шығады, азайтамын, 9-дан 9 азайтамын 0 шығады. Сонда бізде 999-ды 9-ға бөлсек 111 шығады екен. Так, келесі 1001-ді бөлейік 7-ге. Қанша шығады бізде? 1001-ді 7-ге бөлеміз. 1-ді ала алмаймын, 10-ды 1-ден аламын. Так, 2-ден берсем асып кетеді, 14 болып, 1-ден беремін, 7, азайтамын. 0 бізде кішкентай 1-ден қарыз сұрайды, 1 қарызын береді, 10 болады, 10-нан 7-ні азайтамын, 3 болады. Мынау қарызын беріп тастаған өзі 0 болып қалды, 0-ның өзі түседі. Әрі қарай 0-ді түсіремін, 30, 7-ның ішінде аспауы керек бізде, 4-тен беремін, 28 болады. Қарыз сұрайды, 1-ін береді, 10-нан 2 болады, 8 азайтса, мынау 1-ін беріп тастады, 2 қалды, 2-ден 2-ні азайтамын, 0 шығады. 2, 1-ін түсіремін, 7 нешеге көбейтсем 21 болады, 3-ке көбейтемін, 21 болады, 21-ден 21-ді азайтсам 0 болады. Сонда 1001-ді 7-ге бөлсем 143 шығады деген сөз екен. Әрі қарай 864-ті бөлемін 12-ге, ал 2 таңбалы санға қалай бөледі екенбіз? Ендеше 86-ны қарастырамыз. Енді 8 кішкентай екен, 1-ден түсінікті, 86-ны қарастырамыз. Ал 86, 12-ні нешеге көбейтсем 86 шығады. Так, шамамен ойлаймыз. 8-ден берсем, мына жерде бізде 8 шығу керек қой, 1-ді 8-ге көбейтсем 8 болады. 8-ден берсем, бірақ 12-ні көбейтемін 8-ге, 2 жердегі 8 16, 1 ойда, мынау 8 ойдағымен 96 болып кетеді, асып кетеді. Ендеше 8-ден кішкентай 12-ні көбейтемін 7-ге. 2 жердегі 7 14, 4 түсіп 1 ойда, 7-ні 1-ге көбейтемін 7, 1-ді қосамын 8, 84. Яғни 7-ден береді екенмін. 84 болады. Азайтамын, 6-тан 4 азайтамын 2, 8-ден 8 азайтамын 0. 2 жетпейді, бізде 4-ті түсіремін. 24, 12-ні нешеге көбейтсем 24 болады, 2-ге көбейтемін, 2-ні 2-ге көбейтемін 4, 2-ні 1-ге көбейтемін 2, 24 азайтамын, 4-тен 4 0, 2-ден 0, сонымен 864-ті 12-ге бөлсем менде 72 шығады екен. Ары қарай сендердің өздеріңе тапсырма 725-ті бөлей 5-ке. Ал кім табады екен? Жақсы балалар, бүгінгі тақырып түсінікті болды деген ойдамын. Сұрақтарың болса, астына комментарийға жаза кетіңдер. Тағы қандай есеп шығаруды білмейсіңдер, қандай есеп шығаруды үйретейін сендерге, алдағы сабаққа қандай тақырыпта есептер шығарайық, астына жаза кетіңдер. Мен міндетті түрде бірге талдайтын боламын. Назарларыңа рахмет, сау болыңдар.